хабарласам да. Ол қалай? Қалайсың Бекзат? Маңызым да. Шығытан қаға кетіп бардысың? Мешітке? Мешітке? Ертегі жында кетіп бардыңыз, короче. Қандай ертегі? Молда екен әңгімесі бәрі ертегі ғой. Имамдардың арақ ішпе, ұрлық жасама, ата-анаң тыңда деген ертегі деп жатсың ба? Енді дұрыс енді жаңа болады тыңдау. Әке-шешені тыңда, ішпе шекпе дұрыс. Бірақ қаған әңгімесі бәрі ертегі ғой. Өлімді айтып қорқытып адамшы. Өліп көрген жоқ қой мысалы ол. Өліп көрген жоқ, ана жаққа барсаң үйтіп қалады, бүйтіп қалады, өлсең үйтіп қалады, бүйтіп өлсең бүйтіп қалады дейді. Мен бір күн жұмаға барамын, қолым босаған кезде. Сол кезде айтамын ол деген, ол деге ертегіні айтпай ақ қойшы болды. Керек жоқ. Адам қорқып істейсің. Сен түсіндім Бекзат. Сен анау интернеттегі тәңіршілміз дегендерге еріп жүрсің ғой. Дін емес, секта емес. Қаншама қазақ бауырларымызды адастырып жүр солар. Сонда мына өлім ақиқат па? Ақиқат. Өлімнен құтылған пенде бар ма? Жоқ. Мына керісінше сенің өлмейтіндей өмір сүруің өзі ертегі емес пе? Мына керісінше сенің өлмейтіндей өмір сүруің өзі ертегі емес пе? Ойлансай бауыр.